Халықтан ұрланған ақшаны елге қайтаруымыз керек. Ел бізден бос уәде емес, нақты нәтиже күтеді. Қасым-Жомарт Тоқаев экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын өткізді. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Президент жиынға қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде халықтың Конституцияға енгізілетін түзетулерді референдумда қабылдағанын және оның заңды түрде күшіне енгенін атап өтті. Референдум ауқымды жаңғыртуларды жалғастыруға жол ашты. Біз елдің үмітін және сенімін ақтауға тиіспіз. Барлық салада бәріне бірдей мүмкіндік берілетін қоғам құруымыз қажет. Тұрғындар экономикалық өсімнің игілігін шын мәнінде көруі керек. Мемлекеттің байлығы белгілі бір адамдарға емес, барша халыққа тиесілі. Сондықтан бүкіл халықтың әл-ауқатын арттыру алдымызда тұрған аса маңызды міндет, деді президент. Мемлекет басшысының айтуынша, экономика саласын тәртіпке келтіріп, түсінікті әрі әділ ойын ережесін бекітуіміз қажет. Бұл бағытта проблемалар мен олқылықтар бар. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстанда экономикалық дамудың басты қағидаты табыстың әділ бөлінуі және азаматтардың тұрмыстық жағдайын жақсарту болуға тиіс екенін атап өтті. Жуырда менің жарлығыммен экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы комиссия құрылды. Бұл комиссия заңсыз жылыстатылған қаражатты елге қайтарумен айналысады. Оның жұмысы ұдайы қоғам назарында болады. Халық бізден бос уәде емес, нақты нәтиже күтеді, деді президент. Президенттің пікірінше, ынтымақты, заңдылықты және жауапкершілікті мінсіз сақтау маңызды. Барлық іс-әрекет құқықтық нормаларға толық сай болуға және заңға қатаң әрі мүлтіксіз негізделуге тиіс. Прокуратура қадағалаушы орган ретінде қабылданатын барлық рәсімдердің заңға толықтай сәйкес келуін қамтамасыз етуге міндетті. Бұл мәселеде қателесуге және біліксіздік танытуға болмайды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар мемлекет басшысы ведомствоаралық комиссияны белсенді әрі нәтижелі жұмыс істеуге шақырды. Комиссияның жұмысы нәтижелі болуы керек, деді. Мемлекет басшысының айтуынша, елімізден заңсыз шығарылған капиталды барлық заңды рәсімдерді сақтай отырып, қайтару үшін белгілі бір уақыт керек екендігін түсінуіміз қажет. Басты мақсат сотқа берілген қылмыстық істердің саны емес, экономиканы нақты сауықтыру. Президент комиссияның қызметі жөнінде жұртшылыққа жүйелі түрде хабар таратып отыруды тапсырды. Біздің мақсатымыз айқын. Халықтан ұрланған активтерді елге қайтарып, әділдік орнатуымыз керек. Қазір ең бастысы жұмысты тиімді ұйымдастыру қажет. Комиссия мүшелері осы міндетті абыроймен атқарады деп сенемін. Президент әкімшілігі барлық жұмысты бақылауда ұстайды, деді мемлекет басшысы.